Шректің қайын жұрты. Шректің тағдыры тым ауыр болды. Табиғат оған түр келбет те бермеді. Ол талай жерлерде көзге шыққан сүйеліге ұқсап, ешкіммен араласа алмай сопайып оңаша отырды. Басқаларға жұғысы алмай көп ішінде қиналып, жап-жасыл болып, өзімен өзі саяқ жүрді. Оны жақсы түсінген, қайғы мен қуанышта қасында болған жалғыз ғана жан бар еді. Ол күл түстес кәдімгі ақымақ есек болатын. Күндердің күнінде сол ақымақ есек бір патшаның қызы Құзар шыңның басындағы айдаһардың қолына түскенін, кімде-кім сол сұлуды құтқарса, арудың жары сол болатынын естіп қалды. Патшаның шексіз байлығы мен бұрымдының көз тартар ажары есекті де қатты-ақ елітті. Бірақ бойжеткенді құтқару қолынан келе қалса да, мәңгілік қосағы бола қою тым қиын екені біз ақымақ десек те есектің басына келді. Сонымен ол көп ойланып жатпай-ақ өзіне қимаған асылды Шрекке сыйламақ болып, жалғыз аяқ жолдың шаңын бұрқыратып досына қарай шаба жөнелді. Қазір қоғам Шрек күлсе жалаңаш отырғанына қарамай қарқылдап тұрып күледі. Алда-жалда ашулана қалса кез келген тесікке кіріп кетуге арланбас көңілмен құты қашып қалтырай жөнеледі. Шрек қалаған күні той, қабағын шытқан күні елдің бәрінің жүрісі мысық аяң. Ол 130 басты айдаһарға күніне бір рет жергілікті ұлтты апарып беретін болып, айдаһар құрбандығына не істесе де өзі білетін болып екі жақты келісім шартқа отырған. Олар өлсе сұраусыз, құл қылса да, күң етсе де бәрібір. Бұдан әрі беріден соң патша ағзамның елі саяси астар іздеп сандалмасын деді Шрек. Сонымен оғлан күйеу қызды құтқарып, тым-тым алыстағы қайын жұртына қонаққа келіп жатқалы талай жылдар өтті. Үйіме қайтайын немесе ата енемнен ұятау, сәл аяғымды тарта жүрейін дейтін шәкең жоқ. Алшаң-алшаң басады, күндіз демей түн демей ойына келгенін қылады. Бұл өңірде Шрек тек есекке ғана қарыздар, есекке ғана ықыласты. Есек айтқан тілек пен арыздың аяғына жетпей қалғаны жоқ. Мәселен, ол Гүлмайсаны таптадың деп жылқы мені теуіп жіберді. Бұған не дейсіз? дейді. Шрек жылқыларды шырылдатып жүріп, жал құйрығы төгілген ең таңдаулы сәйгүліктерді ұстап алады да, айдың күннің аманында ішек қарнын жарқыратып тұрып, сойғызып тастайды. Тағы бірде туған інім жұмыссыз жүргелі талай болды, дейді оған күл түстес есек. Есекжан, осындай ұсақ түйек үшін мені мазаламай-ақ қалаған орныңа өзің отырғызсаңшы, дейді жасыл денесіне арасанның қара батпағын жағып ергіп отырған Шрек. Құр жүргенше деп, білім саласын басқартып қойдым. Ол жерде басқаратын да не қалды дейсіз, деп есек келіп тұрады. Болмаса жиенім оқуды бітіріп еді, дейді кәдімгі есек. Шректің «Ту, сен де» дегенінше болмай, не айтпағыңызды түсіндім. Өзім-ақ қатырам, дейді де есек тепеңдеп ұзай береді. Үкімет басшысы еттім, кім отырмаған жер, деп есек көп ұзамай қайтып келе жатады. Шрек патшаға күйеу бала болғалы бері есек Шрекке неше мәрте кіргенін ешкім білмейді. Санап жүргендердің өзі жаңылып қалды, немесе бостан-босқа атылып кетті. Өйткені кейінгі кезде есек тым кінәмшіл болып алды. Қит етсе ата салайын ба осы, деп шыға келеді. Қысқасы, күйеу балаға жиі кіргенім қалай болады өзі, деп есек ойламады. Қойсаңшы енді, деп Шрек айтпады. Ойыңа келгенің бәрін істе, бірақ билікке араласпа, деп Шректің жары да, қайын атасы да тіл қатпады. Қазір Шректің төрт дүниесі түгел. Қайран қазақтар баяғыда барып қайтқан жерін әспеттегісі келсе, құстың сүтінен басқаның бәрі бар екен деп қоюшы еді ғой. Еш жерде кездесе қоймайтын сол құс сүтінің өзі шәкеңдер түр-түрімен тұр. Ол қазір аптасына бір рет осындай сүтпен шайынып тұруды әдетке айналдырған. Қысқасы, Шректе менмін деген ерлерден алған үлкен базарлар, сауда орындары, әсем ғимараттар, патшаның қызынан да әдемі арулар,
түрлі басшылық қызметтегі есектер дейсіз бе, бәрі бар. Ең қызығы, кәдімгі күлге аунап жататын, сиыр мен жылқыдан қалған шөпті талғажу ететін, ауыл үйдің арасында оны-мұны шаруа атқарып, арқасының жауыры кетпей, көшедегі кез келген тентек баланың тақымында жүрген дәл осы есектер қазіргі күні құлағына қол апартпайтын болған. Қалаған жерінен тістейді, қаламаса басыңнан төмен қарай шаптыра салады. Сені бұл маңнан көргеніне жыны ұстап қалса, жынысыңа қарап жатпастан артыла кетеді. Кімнен, неден қорқады? Қос құлағына тізілтіп 500-ге тарта сырға таққан. Мей қонбаған қазандай басына алыстан алдырған қымбат бөрік қондырған. Тұяғына алтын жалатқан. Есек біткеннің төресі, күл түстес сұр есек Шрек мырзаны үкі таққан құйрығымен желпіп отырғанда олар кімнен ықсын. Күндердің бір күнінде Шрек пен есек тағы жолықты. Бұл өзі алдын ала жоспарланған кездесу ме, жоқ әлде күтпеген жерден ұйымдастырылған бас қосу ма, ол енді біз сияқты қарапайым жұрт үшін аса маңызды емес қой. Бірақ осы отырыста есек сөзге көп араласпай, өзін-өзі тежеп ұстағысы келсе де еркінен тыс миығынан күлкі үйіріліп, жүзінен нұры төгіліп, тым жайнап отырды. Бұған дейінгі кездесулерде даусын бәсеңдете сөйлейтінін, айтылуға тиіс сөздерінің басым бөлігі өтініштен тұратынын, есіктен кіргеннен еңсесі еңкіш тартып шыға келетінін дәл бүгін ұмытқандай. Бауырларың қалай, дейді оған Шрек. Бәрі жақсы шәке, деп мұртынан күледі есек. Таусылуға айналды-ау деймін. Кейінгі кезде көп келе бермейтін болдың ғой, дейді Шрек. Бауыр таусылушы ма еді? Орын таусылып барады. Көлденең көз өтпесін деп айтайын. Қазір бізде басшылықта отырған есектер жетеді деп қояды ол. О тоба, орын таусылуға айналды ма, дейді Шрек жеті қат көкке шығып кеткен қиялын қайта алдырарын, болмаса тиіспей еркіне қоя берерін білмей. Бұл елдегі барлық тиісті орындарға ең сенімді деген есектерімнің бәрін отырғызып болдым, дейді өзіне өзіні көңілі тоқ есек шырт түкіріп қойып. Сонда бос орын жоқ па, дейді әлі де бұл іске онша көп араласқысы келмей отырған Шрек марғау ғана қимылдап. Патша ағзамның орнынан басқа жердің бәрі біздікі, дейді есек тағы да тәтті жымиып. Оны әзірше қоя тұр, уақыты келгенде өзім айтам, дейді. Шрек дәл осы тұста амал жоқ ұзай жайылып кеткен қиялдарын жинап алып, оны өзімде білем ғой, дегенмен оны жылы орнынан қозғамасақ та болады, дейді есек ештеңеге алаңдамастан. Неге, дейді Шрек үлкен таңданыспен. Өйткені ол маған ұнамайды. Оның үстіне ол да дәл өзіміздей күл түстес, дейді есек.